Құдай жоқ дегендердің өлер алдындағы сөздері мен істері. Фридрих Ницше. Өмірінің соңғы кезінде есі ауысып, темір торда ит құса бүрген. Вольтер. Қасында болған медбикенің айтуынша, азап шегіп өлген. Түні бойы Құдайдан кешірім сұрап, жалбарынған. Мұндай өлімді ешкімнің көрмегенін қалар едім. Давид Хьюм. Атеист. Өлер алдында мені өрт шарпып барады деп айқайлай берген. Өлімі өте аянышты болған. Наполеон. Император. Емдеген дәрігердің оның ешкімге керексіз жалғыздық жағдайда өлгенін жазған. Оның өлер алдындағы жанталасы сұмдық болды. Ленин. Есі ауытқып өлді. Қасындағы стол мен орындықтардан жасаған күнәлар үшін кешірім сұраған. Миллиондаған кісілердің көсемі, пайғамбары болған адам үшін таң қалатын нәрсе. Ягода. Кеңестік құпия полициясының басшысы. Құдай бар, ол мені күнәларым үшін жазалап отыр. Зиновьев. Лениннің әріптесі. Сталиннің бұйрығымен атылған. Тыңда мені, Израиль. Жаратқан Құдай бәрімізге ортақ. Құдай жоқ деген саясат тұстанған мемлекет басшыларының бірінің сөзі осындай. Ярославский. Атеистік интернационалдық қозғалыстың президенті. Менің бар кітаптарымды өртеңдер. Әне, Тәңірім келіп тұр. Ол осында. Ол баяғыдан бері мені күтіп тұр. Бразилия саясаткері Танкреда де Амейдо Невес. Президентке түскен сайлау науқаны кезінде жұрт алдында: егер мен өз партиям үшін 500 000 дауыс алсам, Құдайдың өзі мені президенттік тақтан түсіре алмайды деген. Ол өз айтқан сонша дауысты жинаған, бірақ президент болудан бір күн бұрын аяқ астынан ауырып өлген. Бразилдік композитор, әнші, ақын Рио де Жанейрода өткен шоу үстінде сигаретті ішіне тартып, түтінін аспанға жіберіп жатып: әй Құдай, мынау саған деп көкіген. Көп ұзамай ол 32 жасында спидтен өліпті. Титаникті соққан инженер. Кеменің құрылыс жұмыстары біткен соң, журналистердің өзіне қойған: бұл ғажап кеме қаншалықты қауіпсіз деген сұрағына миығынан күліп: бұл кемені енді Құдайдың өзі суға батыра алмайды депті. Су батпайтын Титаниктің тағдыры жайлы білетін боларсыздар. Атақты актриса Мэрилин Монро өзінің шоуының тұсаукесерін жасаған кезде бір Билли Грэм деген діндар келіп: Тәңірім саған дұға оқысын деп жіберді дейді. Діндарды тыңдап болған Монро: маған сенің Иса пайғамбарын керек емес деп жауап берді. Бір аптадан соң актрисаны өз үйінде өліп жатқан жерінен тапқан. 2005 жылы Бразилияның Кампинас деген қаласында ішіп алған бір топ достар бір құрбысын қыдыруға алып кету үшін оның үйіне келеді. Қызын жібергісі келмеген анасы оны көлікке дейін қолынан ұстап шығарып салып: қызым, сені бір Құдайға тапсырдым, ол сені сақтайды деген сөзіне қызы сілкініп: біздің машинада Құдай үшін орын жоқ, мүмкін жүк салғышта оған орын табылып қалар депті. Осыдан бірнеше сағат өткен соң, анаға қызының машинасының сұмдық апатқа ұшырағаны жайлы, көлікте отырғандарының бәрінің аман қалмағаны жайлы хабар келген. Полицияның айтуына қарағанда, автокөлікте сау жер қалмағандығы сонша, оның маркасының қандай екенін анықтай алмаған. Бірақ олар жүк салғыштың оңай ашылғанын, ішіндегі 10 шақты жұмыртқаның бірде-біреуінің жарылмағанын, тіпті сызат та түспегенін көргенде жағасын ұстаған.